Ассалаумалейкум, мұсылмандарым. Көптен бері ойлап жүрген мына жұмысты бітірейін деп отырмын. Елдің бәрі жындар туралы сұрайды. Соған жауап беруге ниет еттім бүгін. Жын деген адамзаттың жауы болып табылады. Сондықтан да жындар адамға қолдарынан келген жамандықтың бәрін істейді. Жындар адамға тікелей еш нәрсе істей алмайды, азғырғаннан басқа жын шайтандар. Ал енді түнде адам ұйықтаған кезде адам әлсірейді. Сол кезде жындар түн ішінде келеді, адам ұйықтап жатқан кезде. Өйткені күндіз адам ұйықтамаған кезде жын ешқандай жамандық жасай алмайды. Сондықтан түнде келеді. Түнде келген кезде адамдар көбінесе шалқасынан жатып ұйықтайды. Шалқасынан жатқан кезде адам әлсіз болады. Сондықтан не істегісі келеді, соны істейді жындар, адамның үстіне мініп алып. Сондықтан да ең бірінші шалқаңыздан жатпаңыз, қырыңыздан жатып үйреніңіздер жындар келген кезде. Сонда жындардың әсері кішкене әлсірейді деп болсын. Егер жыннан құтылғыңыз келсе, Құранның Бақара сүресін қосып қойыңыздар күні-түні. Әсіресе ұйықтаған кезде жатқанда Бақара сүресін қосып қойыңыздар. Автопаптарды қосып қойып. Телефонға, сотовый телефонға жазып алыңыздар записьті. Сосын соны қосып қойсаңыздар, түн ішінде жындар келмейді. Бірақ Бақара сүресінің арасында да кейбір аяттар бар, бос аяттар. Сол кезде жын келіп адамға қысастық жасауы мүмкін. Бірақ егер күні-түні қосып қойсаңыз, сонда жын үйіңізден қашып кетеді. Сол сияқты азаннан да қашып кетеді. Азанды естіген кезде. Осыдан бір 20 шақты жыл бұрын, 15-20 жыл бұрын әйелім екеуміз ұйықтап жатқанбыз. Мен бір үй сатып алғам. Үй дегенде ол жай ғана дайын үй емес, үй салынған коробкасы, бірақ ішінде отделкасы жоқ болатын. Сосын күзетшіні тауып алып күзетші отырғызып қойғам, таныс адамды. Күзету үшін түн ішінде. Өйткені құрылыс материалдар бар, болды, ремонт жасап жатқан, соны ұрлап кетпес үшін. Сонда мен келген кезде күзетші айтатын, бұл үйдің иесі бар. Өйткені түн ішінде лестницаменен түсіп шығып жүреді, есіктерді ашып жабады деп. Ол кезде мен жын шайтанның екенін білмейтінмін, намаз оқымаған кез. Мен жай ғана алысып кеткен кәрі шал ғой деп күлетінмін. Соңғы жаңа айта кетейін, әйеліміз екеуміз ұйықтап жатқанбыз түн ішінде. Бір кезде шкафтың есігі ашылып жабыла бастады. Мен оянып кеттім. Түсім бекен дедім де, көзімді ашып бақырайып жатым, жан-жағыма қараймын. Бір кезде алдымда өзімнің қолымда бетіп, денемді шымши бастадым. Жоқ, ұйықтаған жоқпын, ояу екенмін. Ал енді жаңағы шкафтың есігі ашылып жатқанын қоятын емес. Сосын әйелімді ояттым. Естіп жатырсың ба дедім, әйелім айтады, естіп жатырмын деп қорқып жатыр. Сосын не істеймін деп жатырмын, бір кезде есіме түсіп кетті. Жанымда ноутбук жатқан, ноутбукты алдымда Бақара сүресін интернетке қосып, ютубтан қосып қойып, Бақара сүресі әлиф лам мим деген кезде жаңағылардың бәрі жоқ болып та кетті. Сондықтан мұсылмандарым, күні-түні мүмкіндік болса, магнитофонды не интернеттен, не жаңа телефоныңыздан Бақара сүресін қосып қойыңыздар. Хадисте айтады, Бақара сүресі оқылған үйде жын шайтан болмайды деп. Енді жын шайтаннан қалай құтылуға болады? Басқа да, егер ойда жоқта келіп қалса. Ол жын шайтан келіп бір қылқындырды ма, ол сізге келе береді. Сондықтан да сіз әрқашан ұйықтаған кезде дайын болуыңыз керек. Қарсыласу керек жын шайтанға. Егер қарсыласатын болсаңыздар, онда жын шайтан сізге ештеңе істей алмайды. Сосын Құранның сүрелерін оқу керек жатар кезде. Егер сізге кеп қылқындырды ма, сіз Құранның сөздігі аузыңызды ашып сөйлей алмай қаласыз. Бірақ сонда да ойменен қарсыласу керек, төбелесу керек жаңағылармен. Егер жатарда Құранды білсеңіз, жаңағы Құранның соңғы 3 сүресін оқу керек. Сол сияқты
тағы бір елдің бәрі біле бермейтін аят бар, керемет жақсы аят. Осы аятты оқысаңыздар, сосын мына деп оқығаннан кейін былайынан денеңізді сипап шығу керек. Былай тағы да оқисыз деп мына былай. Содан кейін сізге ешқандай жын шайтан жоламайды. Жаңағы аятты айта кетейін, бұл аятты былай оқисыздар. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва қул робби аузу бика мин хамазати шаятин. Ва аузу бика робби ай яғдурун. Сосын деп денеңіздің бәрін сипап өтесіздер. Бұл аяттың орысшасы былай болып, енді мен қазақшасы жоқ болғандықтан орысшасын оқып берейін. Господи, я прибегаю к Тебе от наваждений дьяволов. Я прибегаю к Тебе, Господи, дабы они не приближались ко мне. Көрдіңіздер ме, қандай керемет аят. Жаңа ғана Фалақ пен Нас сүресін оқысаңыздар, кейде адамдар дұрыстап оқымайды, ана букваларын, әріптерін. Сондықтан одан осы аят жақсы. Бұл аят 23-ші сүренің 97-98 аяттары болып табылады. Сондықтан да әрқашанда жатар кезде мүмкіндік болса дәрет алып таза жатыңыздар, Аллахқа сиынып зікір жасап жүріңіздер, сонда жын шайтандар сізге ешқашанда жақындай алмайды. Егер балаларыңызға, әсіресе кішкентай балаларыңызға түн ішінде маза бермейтін болса, жын шайтандар, осы аятты оқыңыздар. Бұл аятты мен қате оқыды деп ойламаңыздар. Егер білгіштер болады, пысықайлар транскрипцияны оқысаңыздар, транскрипциясы кішкене басқаша болып жазылған. Бірақ оқыған кезде жаңағы мен оқығандай оқылады. Тағы да айтайын, жын шайтандарға дайын болыңыздар, қарсыласып төбелесіңіздер, мүмкіндігінше, қолдарыңыздан келгенше. Содан кейін көресіздер, жын шайтандар ақырын-ақырындап жоғала бастайды.